Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы әсіпті дайындайтын боламын. Алдымен өкпені қайнатып пісіріп қоямыз, ал күрішті шала пісіріп аламыз. Енді өкпе, бауыр, май көкөністерді еттатқыштан өткіземіз. Үстіне шала піскен күрішті дәміне қарай тұз, бұрыш, басқа да дәмдеуіштерді салып араластырамыз. Салмамызды ішекке немесе қартаға салсақ болады. Мен қартаға салдым. Енді видеода көрсетілгендей қартаны немесе ішекті айналдырып, бір шетін жіппен байлап салмамызды саламыз. Енді мантываркада 2 сағат пісіреміз. Және ішек кішкене ісінгеннен кейін жарылып кетпеу үшін әр жерінен инемен немесе таяқшамен тесеміз. Әсіп дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сіздерге оңай жасау жолын көрсеттім. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер және лайк басып, арнаға жазылып, кері байланыс беруді ұмытпаңыздар.